Hello guys, how are you? I think you are well because I'm fine too. Балалар, қалдарыңыз қалай? Менің жағдайым жақсы, сіздердікі де жақсы деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ болмақ. Өйткені өзің көріп тұрғандай бірінші кітабыңды ашып ал. Please open your pupil's book at page 12. 12-ші бетті аштың ғой, иә? Ашып алғаннан кейін өз жерде сен көріп тұрсың. Smiles magazine. Smile-дың магазині, дүкені деп ойлап қалма. Magazine ол журнал деген сөз, иә? Сен білесің бірінші сыныптан бері. Our world. Біз бүгінгі сабақта тек қана ағылшын сөздерді жаттап қана қоймай, ағылшынша олардың тарихын, салт-дәстүрін, дінін, тарихын білуіміз керек, иә? Өзіміздің де тарихымызды білгендей. Өйткені мүмкін сен болашақта осы Англияға ағылшындықтармен сөйлесіп, мүмкін сол жаққа барып қайтатын боларсың. Сол кезде сен олардың тарихын біліп барсаң, керемет бала боласың. Жарай ма? Енді бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз мына екі ғимарат туралы болмақшы. Today is our lesson about two beautiful buildings. Қандай ғимараттар? The first building is London Eye. Лондонның көзі деп аталады. And the second building is the Palace of Peace and the Reconciliation. Сәл-сәл аты қиындау, бірақ қазақша ол бізде бейбітшілік және келісім сарайы деп аталады. Кім сіздердің араларыңызда Нұр-Сұлтан қаласында тұрады? Олар біледі қай жерде екен, иә? Ал егер сен Нұр-Сұлтан қаласында тұрмайтын болсаң, онда бізбен бірге бүгінгі Лондонға және Нұр-Сұлтан қаласына деген саяхатымыздан жақсы бір ой орама алып, тамашалай ғой. Look at the page 12 and read with me. This is London Eye in England. It's a circle. Okay. Біз оқыдық, бұл Лондонның көзі Англиядағы, иә? Және ол қандай пішіндес? Біз пішінді өттік қой, иә? It's circle. Yeah, it's circle. Ол дөңгелек. And the second building. Let's read together. This is the Palace of Peace and Reconciliation in Kazakhstan. It's a pyramid. Each side is in the shape of a triangle. Бұл жерде не айтып жатыр? Бұл бейбітшілік және келісім сарайы. Бұл Қазақстанда орналасқан және оның пішіні пирамида дейді. Сонымен қатар, оның ішіндегі барлық жақтаулары қандай пішіндес? Triangle. Triangle деп отқанымыз ол үш бұрыш. Енді керемет саған дайындап қойған мәліметтерім бар. Мені мұқият тыңдап отырсаң, қазір біз сол ағылшындықтардың осы дөңгелек ғимаратына саяхат жасап барамыз, окей? Бұл Лондонның көзі деп аталады. Лондонның көзі деп отқанымыз өйткені сен Лондонды өзіңнің алақаныңдағыдай барлық жерден көре аласың. Егер де сен осы дөңгелекке мінсең. Бұл дөңгелекте бір мынандай жұмыртқа сияқты көріп отырсың, иә, өзі жұмыртқа пішіндес капсуласы бар. Сондай капсуланың 32 данасы бар екен. 32 капсуланың ішінің әр қайсысына 25 адамнан сияды екен. Және оның биіктігі 135 метр. Ал сен білесіз ба, 135 метр қаншалықты биік екенін? Ендеше білмесең, мен саған айтып берейін. 135 метр деп отқанымыз, ол көзіңе елестетші 45 қабатты үлкен ғимарат немесе үй. Бұл ғимарат алғаш рет 2000 жыл салынған және оны ерлі зайыпты Дэвид Маркс пен Джулия Барфилд салған екен. Саған қызықты болды ма? Және ойлашы, ол жаңағы дөңгелек сен
төменгі қабатынан отырғаннан сені былай айналдырып әкелген кезде 30 минутта айналдырып алып келеді екен. Сонымен қатар ол 1 секундта 26-4 см жылдамдықпен жүреді екен. Енді осы ғимарат туралы сен керемет бейнебаянды тамашалай ғой. Look at our TV. Ал балақай, көрдің ба? Керемет, я? Өзің бір сол жерге саяхаттап барғандай болдық, я? Ендігі біздің келесі ғимаратымыз, ол пирамида деп аталып кеткен бейбітшілік және келісім сарайы деп аталады, я? Ол өзің білетіндей пирамида тектес ғимарат, оның биіктігі 75 метр. Я, әрине, жаңағы Лондонның көзіне қарағанда 2 есе кішкентай биіктігі. Бірақ өзінің үлкендігі бар, өзінің әдемілігі бар оның да. Және сол пирамида, яғни осы бейбітшілік келісім сарайына кіріп сен қарасаң терезесінен, Астанада керемет алақаныңдағыдай көрініп тұрады. Бұл ғимаратты салу үшін бізде 13 ай уақыт кеткен екен. Және оған 2000-нан астам ұлт өкілдері қатысқан. Сен білесің, біздің мемлекетіміз 130 ұлттан тұратын. 130 ұлт бола тұра біз өте тату-тәтті бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да бұл ғимарат бейбітшілік және келісім сарайы деп аталады. Және оның 3-ші қабатынан 8-ші қабатына дейінгі терезесінде 130 көгершіннің сурет салынған. Неге 130 көгершін салынған? Иә, жаңа айтып кеттім, біз 130 көп ұлтты мемлекет болып саналғандықтан. Және тағы да бір таңғаларлық, бір керемет бір жай, ол пирамиданың салған мына темірлері бар ғой, сол Астананың минус 40 градуста қатты суық болғанда 6 сантиметрге қысылады екен. Ойлашы, 6 сантиметрге қысылады екен, ал жазда ыстық болған кезде ол қайтадан қалпына келеді екен. Қызық емес пе, я? Сен білдің бе? Темірлер қысылып, жазылып, қысылып, жазылып тұратын. Иә, міне күшті керемет тың жаңалықтар білдің. Сонымен қатар, ең астыңғы қабатында бұл пирамиданың 21 ұлттық, әр ұлттың киімдері қойылған. Ендеше саған осы екі ғимаратқа барып келуіңе тілектеспін, ал қазір менімен бірге онлайн түрде осы ғимараттың ішіне барып саяхаттап келейік. Бейнебаянға назар аудар. Of all the variety of architectural experiments, world records, and unique monumental structures of Nur-Sultan, the complex structure of the Palace of Peace and Reconciliation stands out with its external simplicity.
The decision of the universal aesthetic language for interfaith communication and complementary culture dialogue was embodied by the famous British architect Norman Foster. The winner of the Pritzker Prize, an analog of the Nobel Prize in the architectural community, he built the first building of its kind in the capital in 2006. The pyramid has 3 levels: the underworld, the earth, and the sky. It consists of 3 parts. You can see it on the layout. The underworld covers the underground floor, the first and the second floors. As for the 3rd floor and above, everything is decorated in white colors. But in order to see it, we need to go upstairs. The project of this wide communication platform was presented on September 24, 2003. The Congress itself is an organic realization of the reliance on the peaceful dialogue of cultures and inter-ethnic harmony. Symbolically, this was reflected in the conceptual design of the top of the pyramid. On a stained glass window designed by the painter Brian Clark, there are 130 pigeons, symbolizing the nationalities living on Kazakh land. На 3-м этаже у нас расположен самый большой... On the 3rd floor, there is the largest conference hall, which is called the atrium, a winter garden, and on the 8th floor, a small conference hall, the cradle. There is a panoramic view of our entire capital. We are here now. Everything is in black color. Pay attention that everything below the 3rd floor is located underground, and black color symbolizes the underworld. Not only spectacular, but also effective use of a giant space of 28,000 square meters requires exclusive solutions. For example, elevators with a slope of 60 degrees. There are elevators just like that in the famous Eiffel Tower and the Pyramid Hotel Luxor in Las Vegas. It took the shortest time possible from the construction of the project to its full functional use. Я балақай, қалай біздің саяхатымыз саған ұнады ма? Ұнаған болса, осы видеома лайк басып қой. Сенің осы күнге дейін біздің Қазақстан туралы, Лондон туралы көп нәрсе білуіңе өте күшті ақпараттар іздеп келесі сабақта да атсалысып отыратын боламын, жарай ма? Ендігі біздің келесі бетте, кітабымыздың 13-ші бетте бізде көптеген суретшілердің суреті берілген. Назар аударайықшы. Біздің бүгінгі өтетін 2 ұғым болады ағылшынша, ол realistic and abstract. Ал балақай, саған мына суретті көрсеткім келіп тұр. Реалист деп отқанымыз, яғни өзінің алдында қандай суретті көріп тұр, соны дәл солай салатын болса, онда ол реалист деп аталады. Мысалға, табиғатты көріп тұрған суретші табиғаттың суретін салған екен. Ағаштар, яғни бұл жерде кәдімгі ағаштарды, мынандай шиларды қолданып салса да, дегенмен ол біздің күнделікті көріп жүрген үйлерімізге ұқсайды, иә? Бұл реалистик деп аталады. Ал келесі, мұна құмыраны қарашы. Біз құмыра деген кезде көз алдымызға балшықтан елен жасалған қыш құмыра немесе басқа да неше түрлі керамикалық құмыралар елестейді. Ал мына шебердің көзқарасына қарайтын болсақ, бұл шебер құмыраны балшықтан емес, моншақтан жасауға бел буыпты, иә? Моншақтан жасағанда ол өзінің ой орамы арқылы, өзінің бір көзқарасы арқылы жасап отыр. Сол сияқты саған айтқым келгені реалистикалық дегеніміз. Тағы да айта кетейін. Ол шынайы суретші қалай көріп тұр, солай салады. Ал абстракты деп отқанымыз, міне, абстракты. Яғни басқаша көзқараспен. Машинаны көрсе, біз көбінесе дөңгелегін салып сөйтеміз, ол неше түрлі мүмкін қағаздан, неше түрлі бір пішіндерден салу мүмкін ол машинаны. Сондықтан да абстракты деп отқанымыз, ол жеке өзінің пікіріне сай салынған сурет болып табылады. Енді екеуін ажырату үшін 13-ші беттегі 4 түрлі суретке қарайық. The first picture is realistic or abstract. Қалай ойлайсың? Бірінші сурет ол бізде реалистик па, әлде абстракт па? I think it's realistic because I see a woman, beautiful woman, yes, and I see a cat
және мысық көріп тұрмын. Және шынайы өмірге жанасады, иә? Шынайы өмірдегі адамның келбетін салған екен. And the second picture, what do you see? Не көріп тұрсың бұл жерден? Менің ойымша бұл жерде түрлі адамдардың бейнесі салынған. Бірақ біз білетін әртүрлі пішіндермен, иә? Қандай пішіндерді көріп тұрсың бұл жерде? I think triangle, shape, and different kind of shapes. Неше түрлі пішіндерді көріп тұрмын. Және соған сай, дәл адамдар сияқты болмаса да, бірақ адамның кейпін пішіндер арқылы белгілеген. Көріп отырсың ба? Яғни бұл суретшінің өзінің көзқарасы бар бұл жерде. Шынайы қылып салмаса да, бірақ соған жанасатын қылып әртүрлі пішіндермен салған. Бұл абстракты сурет. Ал енді сіздерге тапсырма 3-ші және 4-ші суретті қандай суретке жатқызасың? Реалистик па, абстракты ма? Оны саған үйге тапсырма ретінде беремін. Үйге тапсырма балақай. 13-ші бетте өзің бір қызды көріп тұрсың, иә? Ол әртүрлі кейіптегі суреттерді салып жатыр. Дөңгелек бар, circle, triangle, square, rectangle, әртүрлі пішіндес суретті салып жатыр. Саған да тапсырмам, осындай біз өткен әртүрлі пішіндерді қолданып, ол қандай пішіндер? Circle, rectangle, triangle, square, соның бәрін қолданып, бір әдемі бір сурет салсаң екен деймін. Және соны міндетті түрде біздің чатқа жібер. Ең керемет болған суреттерді біздің Instagram парақшамызға жариялайтын боламыз. Окей? Бүгінгі сабағымыз тәмам. Today's our lesson have finished. Және де сен өзіңнің сүйікті қалаңындағы немесе мемлекетіндегі керемет ғимаратты алып, бізге сол туралы айтып берсең, бейнебаян жазып жіберсең, міндетті түрде мен саған лайк басатын боламын, иә? Келесі сабақта кездескенше біз қоштасып үйрендік. Сол сөздерді қолданайық. Кәне, маған айтшы бірге. See you soon. Bye bye.